Мектептегі қауіпсіз орта, мұғалімнің рөлі. Қазіргі уақытта қауіпсіз және білім беру үрдісі үшін қолайлы мектептің негізгі компоненттері ретінде қауіпсіз физикалық орта, оның ішінде жарақаттанудың алдын алу, техногенді, антитеррористік қауіпсіздік және тағы да басқалары, карантиндік және шектеу шараларын іске асыру барысында санитарлық қауіпсіздікті сақтау және қауіпсіз психикалық орта қарастырылады. Мектептің физикалық ортасына мектептің ғимараты, аумағы және қоршаған ортасы кіреді. Қауіпсіз физикалық ортаны құру үшін негізгі іс-шаралар. Жарақаттанудың алдын алу мақсатында сынған жиһаздар, құралдардың бүлінісі туралы ақпаратты мектептің техникалық қызметкерлеріне, шаруа іші жөніндегі меңгерушісіне хабарлау қажет. Мектепте бактерицидті сәулелендіргішті пайдалану барысында бөлмелерде оқушылар мен мектеп қызметкерлері болмауы тиіс. Және кіруге болмайды, бактерицидті сәулелендіргіш қосулы тұр деген белгі орнатылады. Химия және биология пәндерінің бөлмелерінде химиялық табиғаты әртүрлі реактивтерді бірге сақтауға, зат таңбасы жоқ реактивтерді сақтауға, кәріздендіру жүйесіне реактивтерді төгуге, жеңіл тұтанатын және жанатын сұйықтықтарды төгуге тыйым салынады. Тоққа қосылған электрлік құралдардың бүлінісі байқалған жағдайда құралды тоқ көзінен суырып, қажет жағдайда от көзін көмір қышқылды өрт сөндіргішпен не құммен өшіру қажет. Жеңіл тұтанатын сұйықтық төгілгенде және өрт пайда болған жағдайда от көзін сөндіру керек. Өрт басқа жерлерге таралған жағдайда ғимараттан шығып, тез арада өрт сөндіру қызметіне хабарлау қажет. Жарақат алған жағдайда алғашқы медициналық көмек көрсетіп, мектеп әкімшілігіне хабарлау керек. Қажет болған жағдайда жарақаттанған адамды медициналық мекемеге жеткізу қажет. Мектепте жарылғыш құрылғыға ұқсас зат табылған жағдайда жүргізілетін іс-шаралар. Заттың иесін анықтау мақсатында жарылғыш құралға ұқсас затқа жақын орналасқан оқушыдан не мектеп қызметкерінен сұрау қажет. Заттың иесі анықталмаған жағдайда мектеп директорына және құқық қорғау органдарына хабарлау қажет. Күдікті затты көтеру, тебу не орнын ауыстыруға тыйым салынады. Күдікті заттың жанында темекі шегуге не радио байланыс құралдарын пайдалануға болмайды. Қауіпті аумақтан оқушылардың және мектеп қызметкерлерінің эвакуациялануын ұйымдастыру қажет. Жарылыс қаупі туралы ақпаратты мектеп әкімшілігі қауіпсіздік қызметінің басшысынан өзге адамдарға хабарлауға болмайды. Эвакуация туралы дыбыстық белгі болғанда сабақты тоқтатып, оқушыларды сапқа тұрғызып, балаларды санап, кедергісіз тез арада жақын жерде орналасқан есіктен мектеп ғимаратынан шығу қажет. Оқу бөлмесін оқшаулау туралы белгі болғанда бөлмені іштен жауып, есіктен және терезеден алыс жерде, үстелдің астына тығылу қажет. Мектеп қызметкері не оқушы әжетханада қызметтік бөлмеде, не өзге бөлмеде қалған жағдайда сол бөлменің есігін іштен бөгеттеп жауып қою қажет. Тұтқынға алу барысында жүргізілетін іс-шаралар. Агрессиялық қарсыластық көрсетуге, кенет іс-қимылдарды жасауға және басқыншыларды арандатуға болмайды. Тұтқынға алушылардың тікелей көзіне қарауға болмайды. Басында, әсіресе алғашқы 30 минутта тұтқынға алушылардың бұйрығын орындау қажет. Тұтқынға алынған жағдайда өзін байсалды ұстау қажет. Кесімді шешімдерден бас тартқан жөн. Шабуыл жасау жағдайында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында терезелерден, есіктерден және басқыншылардан алшақта орналасқан жөн. Мектеп ғимаратында қаруланған адам болған жағдайда қандай іс-әрекеттер жүргізіледі? Мектеп аумағында оқ ату дыбыстары естілгенде, немесе қаруланған адамды көргенде, өзіңізді қолға алып, тез арада қалыптасқан жағдайды бағалап, әрі қарай не істеу қажеттігін анықтау керек. Іс-қимылдың негізгі 3 бағыты: жүгіру не эвакуациялау, тығылу және күресу. Егер атылған оқ дыбысы естілсе, сіз және қаруланған адам арасында қашықтық алшақ болса және салыстырмалы түрде қауіпсіз болса, мектеп ғимаратынан жүгіріп шыққан дұрыс. Мектеп ғимаратынан шығып алыс әрі қауіпсіз жерге кеткен жөн. Мектеп ішінде өз заттарыңызды қалдырып, оған назар аудармау қажет. Мектептен шыққан бойда құқық қорғау органдары үшін қолдарыңызды көтерген дұрыс. Мектептен шығарда өзгелерді өзіңізбен ала кеткен дұрыс, алайда олармен қалып қоюға болмайды. Қауіпсіз жерге жеткенде 102 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Қаруланған адам сізге жақын қашықтықта болса және жүгіріп кету мүмкіндігі болмаса, қаруланған адамның көзіне түспей жасырынып қалған жөн. Мұндай жағдайда біріншіден есікті жауып бөгет жасау керек. Екіншіден,
терезелерден алыс орналасу керек. Үшіншіден, телефон дыбысын сөндіріп қою керек. Мүмкін болса, терезе саны аз және қалың қабырға жанында орналасу қажет. Сондай-ақ есікті құлыптап, оны жиһазбен бөгеттеп қою керек. Бөлмеде жарық көзін сөндіріп, телефон және өзге электрондық құралдарды сөндіру керек. Терезе және пердені жауып, сырттан сізді көре алмайтындай етіп тығылыңыз. Арнаулы қауіпсіз дыбыс белгісі берілгенге дейін жасырынып, отырған орныңызда қалған дұрыс. Сіз қауіпсіз түрде мектептен жүгіріп шыға алмағанда және жасырыну мүмкіндігі жоқ болған жағдайда, және ең бастысы, сіздің өміріңізге тікелей қауіп төніп тұрған жағдайда ғана басқыншымен күреске түскен қажет. Қаруланған адамды орнынан құлату, не оның іс-қимылына кедергі жасауға тырысыңыз. Ол үшін айналаңыздағы кез келген заттарды, мысалы өрт сөндіргішті, не орындықтарды пайдалануға болады. Осы және өзге заттарды басқыншыға қарай тастаңыз. Мүмкін және қауіпсіз болған жағдайда 102 нөміріне хабарласыңыз. COVID-19 ауруының таралуына қатысты шектеу шаралары барысында мектепке санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Мұғалім мектеп ғимаратында келесі іс-шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. Оқу бөлмесінде оқушылардың бетперде тағуын қадағалау. Оқушылар арасында әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, бөлмеде орналастыру. Пайдаланылған бетперделерге арналған қоқыс шелектердің және қол антисептиктерінің болуын қадағалау. Оқу бөлмесін желдету. Вирустық респираторлық аурулардың белгісі бар оқушыны мектептің медициналық бекетіне жіберу және мектептің медицина қызметкеріне хабарлау. Мұғалім келесі ережелерді қатаң сақтауы қажет. Бетперде тағу және оны уақытында ауыстыру. Әріптестермен әлеуметтік қашықтықты сақтау, оқытушылар бөлмесіне бармау. Вирустық респираторлық аурулардың белгісі пайда болғанда мектепке келмеу, медициналық көмек алу және өзін-өзі оқшаулау. Карантиндік және шектеулік шаралар барысында халықтың көп жиналатын қоғамдық жерлеріне бармау. Әлеуметтік эмоционалды орта. Оқушыны дағдарыстық жағдайда екенін көрсететін белгілерді мұғалім неліктен білуі қажет. Мұғалім күнделікті түрде балалармен қарым-қатынаста болады. Балалардың кейбірінде қиындықтары немесе эмоционалды жағдайы тұрақсыз болуы мүмкін. Мұғалім оқушының мінез-құлқын бақылап, оның қиын жағдайға ұшырағанын анықтаса, дер кезінде ықпал етуге мүмкіндігі бар. Назар аударыңыз, мұғалім кәсіби психотерапевтік көмек көрсетпейді. Келесі қауіп-қатер факторларын білу қажет. Балалық шақтағы зорлық-зомбылық, қараусыз қалу, көңіл күйінің бұзылуы және басқа психикалық бұзылулар, стресстік жағдайлар, мысалы, мектептегі мәселелер, үлгерімі немесе тәртібіне байланысты қиындықтар, отбасылық мәселелер, немесе отбасындағы зорлық-зомбылық, қарым-қатынастағы қиыншылықтар, айырылысу, буллинг, алкоголь және есірткі. Ескертуші белгілерін іздеу. Оқшаулануға бейімділігі, сүйікті ісінен бас тарту, мотивацияны жоғалту, заттарды қажетсіз деп қарау, өзін-өзі жек көру сезімі, белгілі бағытының жоқтығы, мақсатсыздық. Бұл ескертуші белгілер келесі жағдайларда маңызды сипатқа айналады. Егер бұл белгілер баланың мінез құлқында алғаш пайда болса, баланың бойында кенеттен өзгерсе, қайғылы оқиғамен біреуден айырылумен байланысты болса, дағдарысты жағдайдағы оқушыны байқағанда мұғалім не істеуі керек? Психикалық денсаулық саласының маманына немесе медицина қызметкеріне хабарласқанша оқушыны үнемі қадағалау қажет. Немесе оған қамқор болатын ересектердің қарауында қауіпсіз жағдайына көз жеткізу керек. Оқушы мектепке бекітілген медициналық маманға барғанда бірге бару қажет. Оқушының жағдайын бағалау барысында медициналық маманға оқушы туралы қосымша ақпарат беруі қажет. Бұл маман қажет болса, оқушының ата-анасына хабарлайды.